Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, бейне жазбаның тақырыбынан байқағандай белдемше киген еркектерді сөз қыламыз. Әр ер адамның белдемше киюі көрген жұртқа қораш көрінетіні анық. Бірақ бұл халық осы киімдермен мақтанады. Килт шотландық еркектердің киімі. Шотландықтарда осыған байланысты мақалда бар екен. Килтті килт деп атаңдар, себебі белдемше юбка деп көп адам бөліп кеткен. Шотландықтар бұл киімді не үшін қадір тұтқан? Деректер бойынша ол елдің ауасы ылғалды, жаңбырлы екен. Ал шалбар киетін болса, мұндай климат қолайсыздық тудырады. Яғни ең бірінші ол қажеттілік. Жылдам қозғалысқа икемді және тез кеуіп кету үшін де киюі мүмкін. 1746 жылы мұндай киімді киюге тыйым салған. Халық арасында 36 жыл бойы ұмытылып кеткен. Килт шотландық әскерлердің арқасында осы күнге жетіп отыр. Әскери парадтарда солдаттар осы киіммен шығады. Бір қызығы, олар килттің өзін ғана киген екен. Ішінен ештеңе кимеген. 1950 жылы әскери шеруде аға сержант айнадан жасалған еден арқылы белдемше астын тексерген екен. 1997 жылы Гонконгте өткен церемонияда корольдік полктың әскерлері желді күні бәрінің назарын өзіне аудартқан. Қазіргі таңда олар килтті күнде кимейді, тек шотландықтардың ерекше үлгісі ретінде тарихта қалған. Видео қызық болса лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, алдағы уақытта дәл осындай видеолар шығып тұрады деп уәде беремін.